Баршаға сәлем. Кешегі сабағымда информатика 6-шы сынып оқулығынан IDEмен танысу тақырыбына сабақ түсірген болатын. Мен осы сабаққа тапсырма дайындауды WebWorksheets платформасында сіздермен бөлісетін боламын. Қалай дайындау керек екенін. Ол үшін WebWorksheets платформасына тіркеліп аласыздар. Тіркеліп алғаннан кейін тіркелесіздер, сөйтесіздер де барлық құжатты, тапсырмаларды мынандай етіп, бірінші бортқа жасап алдым, кейіннен мінекей PDF форматында сақтап алдым. PDF форматында сақтап алып, ары қарай жұмыс жасайсыздар. Мінекей енді мен PDF форматында сақтап, оны өзіме қазір тартып алып отырмын. Тапсырманы орындайсыздар. Мысал үшін, PDF-ті тартып болғаннан кейін Python тілін ойлап тапқан нидерландық программист және қай жылы ойлап тапқан деген сұрақ қойдым мысалы. Бұл жерде мінекей өздеріңіз дұрыс жауабын жазып қоясыздар. Алгоритм неше түрі бар, оның да дұрыс жауабын жазасыздар. Сәйкестендіру, 3-ші тапсырмам мінекей. 4-ші тапсырмам дұрыс жауабын тап, мына жерден алып барып, суреп алып барасыздар. Ал оны жасалу жолын үйретейін сіздерге. Мысалы, тек төртбұрышты ашып, ештеңе жазбайсыздар. Бұл жерге бос болып тұрады бұл тапсырма орындаған кезде. Қазір оны да көрсететін боламын. Тек жауабын жазып қойып кете бересіздер. Ал сәйкестендіруге келген кезде join 1 деп жазасыздар. Мысал үшін, мына бетке дәл соны join 1 дұрысын жазып шығасыздар. Join 2 дегенде join 2 деп дұрысын жазып отырасыздар. Дұрыс жауабын тап дегенде, мысал үшін, drop 1 дейсізде, бұның жауабы drag 1, мысал үшін, мынау. File, new file, мысал үшін, жаңа терезе ашу, drag 1 деп жазасыздар. Мысал үшін, drop 2 десеңіздер, drag 2, мысал үшін, file save, мысалы, сақтау, run, бұның қызметі, drag 3 дедім, бұл жерде drag 3 орындауға жіберу, мысал үшін. Дәл осылай жасап аласыздар. Жасап алғаннан кейін әр дұрыс жауапқа 1 балл деп алып отырмын дескриптірді. Енді алдын ала қарау терезесін басып, мына жерден алдын ала қарауды басып, орындап көрсеңіздер болады. Мінекей, мысал үшін, интернет баяу істеуіне байланысты сәл кешірім сұраймын. Мысал үшін, міне шықты. Атын мысал жазбай кеттік, білмейді оқушы. 1991 дейік, мысал үшін. Алгоритм түрі 3 дейік, мысал үшін. Сәйкестендіру, тармақталған алгоритм біреуін таңдау, бірегей әрекет қайталау сызықтық, тізбекте орындау деп алайық. Және де дұрыс жауапты алып барасыздар. New file сақтау, Python кеңейтілім мынау. Экранда нәтиже шығару функциясы print. Орындауға жіберу, жаңа ашу. Сөйтесіздер, мына жерден ең соңында финишті басамыз. Финиш. Бұл платформаны мен ұстаз тілегі сайтынан үйренген болатынмын. Бұл WebWorksheets платформасымен жұмыс жасауда. Мінекей. Мысал үшін 10 балл, 10 балдың 7-еуі қате деген сөз, мысал үшін. Оқушы өзі жасайды, ешкімге өкпелемейді, өзінің балын өзі көріп отыра береді. Мұғалімде бұны жасауға азырақ уақыт кетіргенмен, тексеруге көп уақыт жұмсамайды. Мінекей, оқушы да өзіне сенімді болады. Мінекей, өзінің бұрысты қызылмен белгіленіп тұр. Дұрыс жасылмен белгіленеді, мінекей. Және қызыл сиямен тексеріп дұрыс жауабын шығарып береді. Мына жерде дұрыстың барлығы жасыл болады. Бұрыстары қызыл, мінекей. New file жаңа терезе ашу еді. File save сақтау еді. Екеуінің орны ауысып тұр, мінекей. Бұл жерде бұрыстары қызылмен белгіленген. Дұрыстары жасылмен белгіленген. Әр дұрыс жауапқа 1 балл беріп отырып, мінекей 10 тапсырманың 7-еуіне бала дұрыс жауап бер деген сөз, яғни 4 деген таза өзінің бағасын алып отыр. Сіздер де қолданып көріңіздер, сіздерге де осыны ұсынатын боламын. Рахмет.